Өнерде еліктеушілік көп етек жайып кетпеу керек. Өнердің түп негізінде әдебиеттің, ән өнерінің, музыка өнердің түп негізінде адамның таланты жату керек. Талант болған жерде бәрі де болады. Ізденісте болады, ол адам өзінің жолын табады. Адам жас кезінде көп адамдар еліктеу арқылы келеді, жақсы көреді соны. Музыка мектебіне барады, кітап оқиды, соны еліктеп өлең жазады. Бұл еліктеу 30-35 жасында 40 жасқа келгенше жақсы. Өзінің жолын тауып кеткенше. Ал 40-тан кейін ары қарай еліктеп жүру бұл зиян әкеледі. Қазір адамдар көп нәрсені оқып алады. Әдебиетте жүрген жастар әсіресе. Ананы оқиды, мынаны оқиды, өзінің беті жоқ, бет алысы жоқ өзінің. Дәстүрлі әдебиетті бойына сіңіре алмаған. Сол 40-қа дейін бір кітап шығарады, 2 кітап шығарады, 3 кітап шығарады. Соңымен жоқ болып кетеді. 50-ге таман келген кезде жоқ болып кетеді. Тіпті кейбір 50-60-қа дейін жүреді кейбіреулер. Сол ең соңында айту 60-қа келген кезде естеліктерін жазып, айтып бүйтіп соны аяқтайды. Бірақ іс жоқ. Әдебиетте, өнерде қалдырған бір үлкен табысты нәрселер аз. Міне бұны еліктеу деп айтады. Еліктеу, қайталап айтайын, 30 жасқа дейін айталық, 40 жасқа дейін жарайды. Одан ары қарай еліктеу жүру деген ол енді жақсы нәрсе емес. Әсіресе музыка өнерінде еліктеушілер көп. Нағыз әншілер аз, фонограммамен айта береді. Соны ақша табады барып. Дүниенің өзі ақша бүлдіреді ғой көп нәрсені. Өнер болмаса да, дауыс болмаса да, ән айтып жүрген, ақшаны көп тауып алып, айналасына күзетшілер жинап алып жүрген әншілер де бар. Енді мына үйренгенде біз өзіміздің нәрсемізге жақсы қарамаймыз ғой, өзіміздің салтымызға, дәстүрімізге, халықтық өнерге жақсы қарамаймыз. Мына қазіргі әншілерді қарап тұрсаңыз, біздің дәстүрлі өнердегі дәстүрлі әншілеріміз домбырамен айтатын. Көп еленбейді, эстрадаға көп көңіл бөледі. Олар еліктейді жаңағы. Ағылшынға еліктейді, негрлерге еліктейді айту. Еліктемейтін есі жоқ. Кореяға еліктейді, батысқа еліктейді. Солардың бір әуендерін алып ән шығарады айту. Өздері оған сөз жазады. Өстіп, оны ізденіс деп айтады. Ізденіп жүрген жастар көп. Арасынан шығады ғой енді солардың. Бірақ енді ол еліктеу деген енді бір тамаша дамудың жолына түсетін нәрсе деп өз басым ойламаймын. Мысалы, Димаш қалай шықты? Димаш халықтың дәстүрлі музыканы жақсы меңгерген адам ол. Ол білімді адам, білім тәрбиемен өскен адам ол. Әдебиетте де солай болу керек. Өзінің қазақ халқының салт дәстүрін, әдебиетін, мәдениетін меңгеру керек жас адам. Содан кейін басқа халықтардың бірдеңелерді үйренсең, ол бойыңа сіңетін болады. Егер өзіңнің халқыңның жаңағы мәдениетін, салт дәстүрін, тарихын, әдебиетін жақсылап бойыңа сіңіріп алмасаң, олар жұқпайды. Осыны ұмытпау керек. Әсіресе қалам ұстап жүрген адамдар ұмытпау керек. Қазір қарап отырсаң, Қытайды да оқиды, Жапонды да оқиды. Анаған еліктеп жазады, мынаған еліктеп жазады. Бірақ ішінде қазақ жоқ. Қазақтың адамдары жоқ. Кейіпкерлері айталық. Баяғыда интернациональный деп айтушы еді ғой. Сондай кейіпкерлер. Адамзат құндылық деп бірдеңелерді тауып алған. Коммунистердің ойлап тапқан нәрсе ғой, интернационал деген.
Бүкіл адамзаттық құндылық деп бірдеңені шығарып алған. Бүкіл адамзатқа жетпес үшін сен бірінші өзің қазағың бір қанымен, қазағыңның тәнімен, көзқарасымен, дүниетанымын сіңіріп алу керек бойға. Содан кейін барып басқалардан бірдеңе үйренуге болады.